Сәлеметсіңдер ме? Бұл 3D Max интерфейсі. Бұл жерде көптеген батырмалар және бағандар бар. Біз енді ең бірінші осы жұмыс үстелін, жұмыс тақтасын үлкейтіп көрейік. Alt W-ді басамыз. Егер керісінше қажет болса, қайтадан бассақ ол кішірейеді. Немесе өзіміздің қажетімізге қарай үлкейтіп алуға болады. Өлшемдерін белгілі өлшемге. Енді мына жердегінің барлығын таныстырмас үшін біз осы стандарт фигуралардан бастап салуды бірден жасау арқылы көрейік. Шайнек кетті, және цилиндр, сосын сфераны, яғни шарды көрейік, сосын пирамида салып көрейік. Бұл пирамида. Ал енді бізде бұл егер тағы да орындары дұрыс ауыстыру керек болса, біз жылжытамыз. Move немесе басу арқылы. Енді мына жерге бір конус қалып көрейік. Түстерін әртүрлі өзгеше ету үшін біз бұл жерде көк жоқ, көкті таңдап көрейік. Сосын шамалы жылжытайық. Енді бізде жеке-жеке жылжытқаннан көрі, немесе өзгерістер енгізгеннен көрі, жалпы өзгеріске енгізу үшін біз таңдаймыз. Таңдау арқылы жоғарыда групп, яғни топ жасаймыз. Топтың атын береміз. Топтың атын бергеннен кейін ол барлығы қозғалатын болады. Немесе керісінше группадан, топтан шығарамыз. Топтан шығару арқылы біз ең бірінші осы цилиндр туралы өзгерістер енгізіп көрейік. Бұл жерде modify мұнда тұр, немесе мына жерде де тұр. Modify еркін формалары деп тұр, немесе мына жерде бағанда біз қисайтуды көрейік. Яғни біз осы цилиндрді белгілі бағытқа қисайту үшін бізде бұрышын өзгертіп жатырмыз, немесе қай бағытын ауыстыруға болатындығы. Енді біз қайтадан мәзірге барып, сол жерден сызықты таңдайық. Біз қазір бір 2D форматтағы бір заттың суретін салайық. Бұл ұстайтын жері болсын, және де жоғарғы басы, және тұтастырамыз. Бұл 2D болып тұр. Енді біз modify-ға барып, сол modify-дың ішінде тізімде layer деген сөз бар. Сол layer'ге бассақ, біздің жаңағы салған 2D форматымыздағы затты үшті форматқа ауыстырып бере алды. Және бір функциясын көрейік. Ол үшін мен бір 4 бұрыш салайын. Және де осы 4 бұрышымды клондап көрейін. Осы жерден клонға барамыз, атын береміз. Сосын екеуін қашықтыққа қояйын. Белгілі қашықтыққа. Енді осы жерден бірінші денеге барып, convert to poly дегенге басамыз. Сол жерден біз белгілі бұрыш бойынша сүйрейтін болсақ, көпір жасап көрейік. Енді бұл түсі ауыстырып тастайын, кішкене көзге жақсы көрініс үшін. Сосын мен екінші денеме барайын. Осы жерден тағы да сол
полиға барып бұрыш бойынша тартып тұтастыра аламын. Енді басқалай жаңағы бұрыштарының нүкте бойынша жылжыту керек болса, онда былай жылжытуға болады. 3D Max бағдарламасы арқылы біз сызған, жобалаған нысаналарымызға көптеген өзгерістер енгізе аламыз, және өлшеулер мен толықтырулар жасай аламыз. Немесе сол заттың жеке қасиеті туралы да көптеген батырмалар бар, ауыстыруға тиісті немесе өзгертуге болатындай мүмкіншіліктер қарастырылған. Енді келесі сабақта біз тереңдетіп басқа да функцияларды қарастыратын боламыз. Рахмет сіздерге назар салғандарыңызға.